Сендер де ертегі естіген ұнатасыңдар ма? Ертегі естіген ұнатсаңдар, мен сендерге қазір орыс халқының Шалқан атты ертегісін айтып беремін. Ертеде бір ата мен апа өмір сүріпті. Қарап тұрдыңдар, көрінді ме? Атаның бау-бақшасы бар екен. Сол бау-бақшаға атамыз деген шалқан егеді. Ол күннен күнге үлкейеді, күннен күнге үлкейеді. Содан ата деген оны қазып ала алмайды. Содан атасы күші келмегеннен кейін тартат күші келмейді. Сосын ол апасын шақырады. Қараңдаршы, әні. Ата апасын шақырды. Апасы атасын тартады, атасы шалқанды тартады. Күштері келмейді да. Сосын апамыз кімді шақырады? Немересін. Немересін шақырды. Көрдің ба? Енді қаршы, немересі апасын, апасы атасынан, атасы шалқаннан тартады. Тағы тарта алмайды. Міне қызы немересі барады да кімді шақырады? Немересі барып итін шақырады. Ит немересі атасы шалқанды тартады. Тартады, күштері келмейді. Енді итіміз кімді шақырады? Мысықты шақырады. Ал енді мысықты шақырады. Мысығымыз итті құйрығынан ұстайды. Ит болса немересінен, немересі апасынан, апасы атасынан, атасы шалқанына тартады. Шалқанымыз, енді мысығымыз барып, мысық тышқанды шақырады. Тышқан көмекке тышқан келеді. Ал енді міне тышқан мысықтың құйрығынан, мысық иттің құйрығынан, қыз итіміз болса қыздың етегінен, немереміз болса апасынан, апасы атасынан, атасы шалқаны тартып қалған кезде шалқанымыз шығып кетеді. Көрдің ба? Осының нәтижесі не болды? Барлығымыз бірігіп тартып едік. Міне шалқанымыз шығып кетті. Көрдіңдер ме қазір? Ол деген колобок. Давайте.